Жаздың аяғы. Түнге қарай ауа қапырық, аспан түнеріп, бірақ найзағайсыз. Ауыл шетіндегі тауға қарай қойларын айдап жеткен Нұрхан кешігіп бара жатқанын енді байқады. Шешем ұрсады-ау, деді ішінен. Тау бөктерінен қойларды төмен түсіріп келе жатқанда алыста жасырын жыра ішінен әлдебір ыңырсыған үн естілді. Адам үніне ұқсамайды, бірақ адам демей не дерсің? Нұрхан сәл аялдап тыңдады. Жүрегі дүрсілдеп, аяқтары тітіркеніп кетті. Жыра жаққа абайлап жақындады. Дыбыс анық естіле бастады. Аңырсыған ауыр дем, әлсіз күбір. Жапырақ арасынан сығалап қарады да көзі шарасынан шықты. Ағаш түбінде бір көрпешенің үстінде жеңгесі Айнұр, шашы тарқатылған. Етегі сәл түрілген, көйлегі желмен жыбырлап тұр. Көздері жұмулы, тек өзі ғана. Бірақ денесімен біртүрлі толқып жатқандай. Нұрхан кері бұрылайын десе, тұла бойы қозғала алмай қатып қалды. Бір қадам, тағы бір қадам. Көзі жеңгесінің бұтындағы оюлы іш киімге түсіп кетіп, ол неге жалғыз? Не болып жатыр деп сауалға тұншығып қалды. Жеңге, деді сыбырлап. Айнұр елең етті. Көзін ашқанда алдыда тұрған Нұрханды көрді. Көздері бір сәтке тоғысты. Айнұр ұялған жоқ. Бетінде бұрмады. Керісінше көзімен үнсіз жалынғандай қарады. Сол көзқарас бәрін айтты. Көрдің бе енді, бәрі кеш, деді жай ғана. Нұрхан жақындады. Жеңге, кешір, бірақ мен де тоқтай алмай қалдым, деді. Сол түні таудың ішінде ешкім көрмейтін жырада қайны мен жеңге тағдырға қарсы шығып махаббат болды. Түн тым үнсіз еді. Таудан төмен қарай ай жарығы жап-жасыл шөптің бетін сипап, көлбеңдеп көлеңкелер түсіп тұрған. Сол көлеңке арасында екі бейне, Нұрхан мен Айнұр, үнсіз отырды. Сен ештеңе айтпа, жарай ма? Деді Айнұр ақырын. Сөзі жұмсақ, бірақ ішінде от бар. Бала күнінен Нұрхан осы дауысты басқа бір реңнен ғана естіп үйренген. Енді басқа. Мен неге осылай болдым, жеңге, деді. Нұрхан әлсіз жымиып. Сен кінәлі емессің, ештеңе болмағанда жүре бер, бірақ бұл кеш ұмытылмайды, деді. Айнұр ұзақ ауыр күрсінді, үндемеді, бірақ жүзіне үңілген Нұрхан оның жанарынан жылдар бойы жиналған жалғыздықты, жыламаған көздің жасын, тұншыққан нәзіктікті көрді. Бірақ сұраймын, неге сол жерде едің, жалғыз, деді. Айнұр көзін төмен салды. Біраз уақыттан кейін ғана ақырын сөйледі. Жанат тірі кезінде мен жалғыз болдым. Ол менен әйел емес, жұмыс күші сияқты көрді. Күнде ауыл, түнде анасының сөзінен аса алмайтын ес. Ал енді ол жоқ. Үйде тіпті демала алмаймын. Сен қой іздеп кеткенде мен өзімді іздеп кеткен едім, деді жымиып. Нұрхан үндемеді. Жеңгесінің әр сөзі жүрегіне тікен боп қадалды. Бұрын ол үшін жеңгесі тек ағасының жары еді, үлкен байсалды, алыстағы біреу. Ал қазір ол көз алдындағы шынайы әйел, жылап отырған, сағынышқа тұншығып, сүйлеуге мұқтаж жан. Сен енді бұрынғыдай көре алмаймын, деді Нұрхан. Көрме де, деп жауап берді Айнұр. Себебі мен де көре алмаймын. Сенің көзіңе қарасам, алғаш рет тірі адамдай сезіндім. Жап-жасыл төбе үстінде олар бір-біріне қарама-қарсы отыр. Аспанда жұлдыз, жерде екі тағдыр, тыйым салынған сезім. Ал ауыл олардан алыс, бірақ тыныш емес. Арада 2 апта өтті. Нұрхан мен Айнұр ештеңе болмағандай күн кешіп жүр. Бірақ жүрек ішінде екеуі де тыныш емес, ауылда адамдар да өзгергендей. Әсіресе Айнұрдың енесі Күлпіш күдіктене бастаған. Босқа күліп жүрсің, келін. Жаннаттың көзі жерге енді тиді ғой, қызықсың сен, деп күнде бір тиісіп өтетін болды. Айнұр үндемейді. Ішіндегі дауыл сыртқа шықпасын деп әр сөзіне шүкіршілікпен жауап беретін. Бірақ түн болса болды, сол жырадағы сәт, сол көзқарас, сол дем ойынан кетпейтін. Ал Нұрхан күнде кешкісін қой қайтарып жүріп, өзі де байқамастан сол жыраға барып отырады. Кейде алақанмен сол жерді сипап үнсіз күледі. Кейде өз-өзінен шошып, қолын сермеп жоқ дейді, бірақ жүрек бағынбайды. Бір күні Айнұр қойманың
ескі сөресінен бір дәптер тауып алды. Қалтарыста қалып қойған екен. Сырты ескі ағаш үгіндісіне толы. Ашып қарады. Жаннаттың қолжазбасы. Бірақ соңғы беттерінде басқа жазу. Нұрханның қолы. Ол менің жеңгем, бірақ мен өзімді тоқтата алмадым. Сол бір түн менің шын өмірімнің басы ма, әлде соңы ма, білмеймін. Бірақ мен енді бұрынғы Нұрхан емеспін, депті. Айнұрдың жүрегі зір етті. Бәрін жазып қойған ба? Егер біреу көріп қойса не болады? Дәл осы сәтте сыртқы есік сықырлады. Айнұр жалма-жан күнделікті етегінің астына жасырды. Артынша Нұрхан кірді. Шаршаған, бірақ көзімен бір нәрсе іздеп тұрғандай. Сен бірдеме көрдің бе, Айнұр, деді ол. Жоқ, деді әйел көзін тайдырып. Бірақ Нұрхан жауаптан бұрын жүрек дүрілінен сезді. Жеңгесінің бір сырды ұстап тұрғанын білді, бірақ ол да үндемеді. Сол түні ауылда бір әйел, Күлпәштің көршісі. Сәлиха апа аула ішіндегі терек түбінде екеуін көріп қойды. Айнұр мен Нұрхан бір-біріне тым жақын, көздері сөйлеп тұрған. Махаббат. Келесі күні таңертең ауылдың шетіндегі дүкенді сыбыс бастады. Естідің бе? Жеңгесі мен қайнысы. Жаннаттың суымай жатып денесі. Бір жыра бар дейді, сол жерде сөз найза, сөз от. Ал бұл от екеуінің жүрегінде де түсе бастады. Кеш. Күлпәш апа таңғойы ойға батып отыр. Қолында ескі дәптер. Бетін ашып оқыған сайын тамағына бір нәрсе тығылып, жанарынан от шыққандай. Ол менің жеңгем, бірақ мен өзімді тоқтай алмадым. Сол бір түні мен адам болып туғандай болдым. Күлпәштің саусақтары қалтырады. О, тоба, Жаннат, шырағым сол. Басына не күн туды, деп күбірлеп. Ол келінін шақырмады, келініне бірде-бір сөз айтпады. Тек ертеңгілік көрші ауылға хабар берді. Күйеуінің 40-ын өткізбей ұятқа қалған келін жайлы ақсақалдар да білсін, деді. Айнұр сол күннен бастап тыныштық таба алмады. Нұрхан жоқ, үй мұздай. Ауыл сыбыр мен көзқарасқа толы. Нұрхан сол күндері ауыл шетіндегі қыстауда жүрген. Телефон өшірулі. Қасына ешкім жолай алмайды. Жеңгесінің жылаған дауысы естіген соң өзіне келер деген үміттенген. Бірақ бәрі басқаша болды. Сол кеште Айнұрдың бөлмесіне Күлпәш апа кірді. Үнсіз отырды. Сосын айтты: қызым, мен бәрін оқыдым. Құдай сақтасын. Сен менің келінімсің, ал ол менің балам. Сендерге енді бұл ауылда орын жоқ. Не кетесің, не құрыйсың, деді. Айнұр жылады, бірақ ештеңе айтпады. Түн бөлмеде жалғыз. Қолы көне сандықты ашты. Ішінде Жаннаттың көйлегі. Сол көйлекті құшақтап жылады. Сосын шешім қабылдады. Келесі күні таңертең ауыл шу ете қалды. Нұрхан мен Айнұр жоғалған. Тек бір қарт шопан ғана таңғы 4-тер шамасында тау жақтағы шағын бұлақ жанында екі көлеңкенің үнсіз кетіп бара жатқанын көріпті. Жеңге мен қайны бір-бірінің қолынан ұстап, сол кеткеннен оларды ешкім көрмеді. Бүгінде бұл оқиға ертедегі жырадағы жеңгесі деп аталып, аңыздай айтылып жүр. Бірі күйеуінің 40-ын күтпей сүйгенін таңдап кеткен әйел. Бірі ағасының орнына жанын қиып, сезімнің соңына кеткен ер. Құрметті оқырман, өмірден алынған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.